Bunu tokqa қосамыз. Міне. Бізде мынау аджимнің несі, кнопкасы. Так, пульсын басып көреміз. Аджимнің пульсын басамыз. Қосылды қазір. Сығады мотор. Свет жанып қалады. Так. Мынада. Мынаның есігі сынған. Оның қызметінде бұны көріп тұрсыздар ғой. Гидравликалық бұлағын есікпен гидравлика болады. Плавно ашылып тұрған болады. Мынау біріншіден сынған болды. Мынасын бұлай алайық. Так, бұны енді өшіреміз. Енді мынаны ашу үшін, так, мына арқасындағы шпортты босатамыз. Так, біреу, екеу, үшеу. Шпортты босатамыз. Так, біз босатып қойғанбыз. Енді бұны сәл өзінің кетігі болады, бүйтіп қарасаңыздар, мына алдыңғы жағында. Так, міне көрдіңіздер ғой, жылжиды. Енді бұны былай қарай ұрамыз осыған, жай бүйтіп жанына қарай. Міне кетік келіп тұр. Енді осыны көтеріп аламыз бұны. Так, бізде бұл жерде мына контактымыз есік сынғаннан кейін мына контакты бізде қосылмайды, ашық тұр. Міне жаңағы бізде бұл жерде есіктің мына сыну себебінің жолдары міне мына гидравликамыз. Олар біраз уақыттан кейін жұмыс істемейді, есік ауыр болады. Бұл негізі плавно жабу керек. Бұны әйел адамдар қатты басып жібереді да, ана есіктің құлақтары сынады. Міне бізде мына құлақтары сынған қазір. Міне былай қойып көрсетейік. Міне көрдіңіздер ғой, мына жаңағы контактісі міне сынған уже. Бұны мынаны алып, гидравликаны алып тастап қайта восстановить етіп пружинамен қоюға болады, бірақ мынаның есігі гидравлика есептеп салмақ қойылғаннан кейін мынаның есігі ондайға жарамайды. Енді тек қана есігін қолмен алады, мынаны алып, қазір мына не контактын тигізіп көреміз. Қазір біз көз жеткізу үшін мына контактын тигізіп көреміз. Бір-біріне бүйтіп. Так, тоққа қосты. Мына контактымызды жаңа біз тигіздік. Міне. Енді тоққа қосып көреміз бұны. Так, тоққа қостық. Включение цвета жанып тұр. Так, енді пустты басамыз. Енді бұл бастағы ускорение алынып уақытысында. Так, тоқтады. Так, тоқтан суырамыз. Так, бізде бұл жерде енді мына контакт мықтап бекіту керек. Есігі ешқандай бұл жерде мына отключение жұмыс істей алмайды. Мына гидравликаны есігі орындықта тұру үшін бұны алып тастауымыз керек.
Так, енді мына есікті қайтып қою үшін новый есік алу керек болған. Енді дәл қазір болған бұның резервный несі жоқ біздерде. Мына пластмасты так, жалпы жұмыс осы. Бүгінгі бітті бұл. Негізгі себебі мына сым тимей тұрған екен. Ашып жаққанда безопасность контактісі не тұрған, тимей тұрған екен. Басқа да варианттарыңыз болса ақыл айтасыздар енді.